Мақтаарал ауданындағы су басқан елді мекен тұрғындарының бүгінгі жағдайы бір қалыпты. Үй жайы тасқын судың астында қалған 2715 азамат қазір Атакенттегі 10 эвакуациялық қабылдау орталығында тұрып жатыр. Олар күн сайын 3 мезгіл ыстық тамақ, жылы орын, киім-кешек пен өзге де қажетті заттармен қамтылған. Ал мектеп жасындағы оқушылар сабақ кестесіне сай білім алуда. Су тасқыны келген бойдан біздер өз басымызды барлығымыз сауғалап, жан-жаққа бытырап қаштық. Жартымыз қырға кеттік, жартымыз ағайындарымызды жағалап кеттік. Сонымен қырда болғаннан кейін біздің барлық бытырап жүрген ауылдастарымызды осы Тоқтар Әубәкіров атындағы мектепке жалпымызды жинады. Қазір Құдайға шүкір барлығымыз осы жерде жатырмыз. Осы жерде 52 отбасы бар. Қамқорлық көріп жатырмыз жоғарыдан. Құдайға шүкір барлығымыздың да жүрегімізде үй салып береміз деген президентіміздің жарлығымен болар осындай қамқорлыққа еге болғаннан қуанғанымыздан жүрегімізде бір от ұшқындады. Игілік ауылындағы Тоқтар Әубәкіров атындағы номері 43-ші жалпы орта мектеп бүгінде жаңа тұрмыс ауылы тұрғындарының ортақ үйіне айналған. Себебі су астында қалған бүтін бір ауыл 4 мамыр күні осында көшірілген. Содан бері жаңа тұрмыстық 220-ға жуық тұрғын осында жатыр. Оларға ыстық тамақ, жылы орынмен қатар медициналық көмек көрсетілуде. Күні кеше ғана көпбалалы және жасы үлкен 35 азамат сауықтыру орындарына жіберілген. Атап айтқанда, күнделікті температура, дене қызуын өлшеу, давление тексеру, балалардың барлығын 0 жастан осы жерде жатқан ең үлкен тұрғынға дейін күнделікті денсаулықтарын қадағалайды. Одан кейін еліміздегі пандемияға байланысты жарияланған карантинге байланысты халықтың, мұнда жүрген халықтың және басқа да өзге халыққа қызмет етіп жүрген азаматтардың барлығының маска киіп жүруін, жалпы тазалық сақтауын, қорғану шараларының барлығын қарап отыр осы Сарыағаш аудандық аурухана қызметкерлері. Ал әкімшілік тарапы халықтың күнделікті таңертеңгі, түскі, кешкі астарының қандай болып жатқанын қарап отыр және бақылауда ұстап отыр. Тұрғындардың денсаулығы мен тұрғылықты жерінің тазалығы жіті назарда. Мектеп ішіне күніне 2 рет дезинфекция жүргізіледі. 3 медицина қызметкері ауысыммен тәулік бойы тұрғындар саулығына жауап береді. Жедел жәрдем қызметі де қолжетімді. Көңілі қаяу Мақтааралдық ағайынға өнерпаздар ән-жырдан шашу шашты. Осылайша уайым құрсауында отқан тұрғындардың көңіліне демеу берді. Жаңа тұрмыс ауылында мектеп жасындағы оқушылар саны 80-нен асады. Бүгінде олардың 28-і жазғы сауықтыру лагерлеріне жіберілді. Қалған оқушылар сабақ кестесіне сай білім алуда. Олар үшін қажетті оқу құралдарымен толық қамтылған. Қазіргі таңда 206, оның ішінде мектеп жасындағылар 54 оқушы осында. Ал одан да көп еді, бірақ 28 оқушыны кеше біз лагерге, сауықтыру лагерлеріне жібердік. Қазіргі таңда бізде қалған оқушылар, олар бастауыш оқушылары, 54 оқушы, олар барлығы сабақпен қамтылып жатыр қазіргі таңда. Еларна телеарнасымен сабақ өтеміз, тағы балапан телеарнасымен сабақ өтеміз. Мұғалімдеріміз өздері сабақ кестесіне сәйкес сабақ өтіп жатыр. Оқушылар кітаппен, дәптерлер, ручкалармен барлық нәрсемен қамтылған. Бұл жерде жатқан елді мекен тұрғындары 3 мезгіл тамақтандырылып жатырмыз. Негізінде аудандағы 10 эвакуациялық орталыққа Сарыағаш, Келес, Шардара, Жетісай аудандары жауапты болып бекітілген. Мәселен, жаңа тұрмыстықтар жайғасқан Әубәкіров мектебіне Сарыағаш ауданы жауапты. Сондықтан аталған орталыққа аудан әкімдігі тарапынан арнайы штаб құрылып жұмыс істеуде. Олар тұрғындардың тамақтануымен қатар уақыттарын тиімді ұйымдастыру бағытында жұмыс жүргізуде. Бізде қазір 207 адам бұл жерде жатыр. Мал басында 31 адам әзір жүрген. 34 адам үй қорғау аймағында. Олардың бәрі кешкісін келеді өз жерден тамақтанады. Өз жерде жатып, таңертең қайтып жаққа кетіп жатыр. Сарыағаш ауданының ұйымдастыруымен қазір киім, азық-түлік, су, гигиеналық заттарды ұйымдастырып толығымен запасымен қазір әкеп қойылды әзір демеушілер тарапынан. Сонымен қатар қазір холодильник, душ, мужской, женский, кір жуғыштар,
тағым жаңағы мынау керекті қалған заттардың бәрін ұйымдастырып қазір толығымен бір ешқандай затқа мұқтаждық жоқ. Қолда бар мәліметке сүйенсек, бүгінде эвакуациялық орталықтарда халыққа медициналық көмек көрсету үшін жалпы 147 медицина қызметкері жұмылдырылған. Олар күн сайын орталықтағы азаматтардың дене қызуын өлшеп, қажет болған жағдайда жедел көмек көрсетеді.